Әй, немене, көрмегел талай заман болды ғой. Мен әбден мезі қылған жандай неге қашқақтайсың? Қойшы әрі, тіпті мінезі ауыр деген сайын қайтеді деп Сәнімгүл әңгімеге қаныға алмай, қаны қайнауға шақ тұр. Оның мылжыңынан құлақ құрышын қандырып, рахаттана тыңдайтын дегбір қайда. Бағила қарлығыңқы қоңыр даусымен өз отбасының жағдайына қысқаша ғана тоқталып өткен. 3 баласының 3-еуі де осы қаланың әр жерінде бөлек-бөлек күн кешуде. Біреуден ілгері, біреуден кейін дегендей замана ағымына ілескен қалыптары бар. Үйде шалың екеуің ғана екенсіңдер ғой. Әй, рақат сендердікі екен ғой деп, Сәнімгүл осынау шағын мағлұматтан терең мағына тауып ала қойды. Өй, Сәнімгүл-ай, сенді айтады екенсің. Әңгіме сол шалда болып тұр емес пе? Шалда дейді, пенсияға шығып алғасын жатқан шығар шәл жиып, аспанға шырт-шырт түкіріп қойып. Жоғы сырқаттанып қалды, больницаға жатып шықты. Соның көңіл күйіне қарап жағдайын жасап жүрмін. Әжептәуір сырқаттанып қалды. Сәнімгүлдің санаулы сыйлас адамдарының бірі осы Бағиланың жұбайы Ожарбек. Тіпті ескі құрбысы мына Бағилаға қарағанда сол кісімен сөзі жарасып, әзілі астасып жатушы еді. Сырқатының жайын тәптіштей сұрап алды да, әй, саған еркелеген шығар, уайым қылып тұрғаның сол ма сонда деді. Екі әйелдің басы қосылса, бұзау емедінің кейпі келіп тұр. Ескі құрбысының құлықсыздау түрін көріп, Сәнімгүл бұдан әрі жібі түзу әңгіменің шықпайтынын шамалай бастады. Көрші құрбысынан басына бостандығын қайырып алғаннан кейін Бағила тыңайып қалғандай орнынан лып етіп қозғала берді. Есікті тықырын білдірмей өз кілтімен ашқандағы мақсаты қоңырау безілдетіп, үйдегі ауру кісіні қорқытып алмау еді. Қолындағы заттарын қойып, қысқы пальтосында шешіп үлгерген. Төргі бөлмеден жеткен еміс-еміс үнді осыдан кейін барып бір-ақ естіді. Көздерімен кіреберісті тінте шолып өткенімен үйге кірген бөгде адамның белгісі байқалмайды. Сонда бұл Ожарбек кіммен сөйлесіп жатыр екен? Жатқаным сол, иә, әрине, жоқ, қашып жүргенім жоқ. Процедураға уақытында бармаса болмайды ғой, кездесеміз деймін, сәл шыдасаңшы, иә, түсінемін ғой. Құлағына жеткен осына үзік-үзік сөздердің басын біріктіріп, мағынасына көз жүгірту керектігі Бағиланың қаперіне де келген жоқ. Есіктен қараса күйеуі терезе алдында далаға қарап сөйлесіп тұр екен. Телефон трубкасын құлағына жапсырып, талтайлаңқырап тұрған түрі өзі күнде көріп жүрген Ожарбектен басқаша. Тіфә деп Бағиланың оның осы қалпына қуанып кетіп, сақайып қалған сияқты. Енді ұзамай жазылып та кетер. Әнеугүннен бергі ем-домның шипасы тигені ғой. Сөйтті де ас үйге қарай бұрылып, күнделікті күйбең тірлігіне кірісіп кетті. Сәлден кейін қайтып келіп қараса, күйеуі көптен мекен еткен меншікті қоңыр диванына қайта қисая кеткен екен. Ойбай-ау, не қып жата қалдың? Жаңа ғана саңқылдап сөйлеп, кеңкілдей күлгенің жақсы еді. Дәуде болса, ана әлекең шығар сені орнынан жұлқып алған. Иә, сол білесің ғой оны. Еріксіз күлдірет. Қалай тұрып кеткенімді өзімде байқамаппын, деді Ожарбек жеңді білегімен шекесін жауып жатып. Бағиланың күйеуі жастайына салмақты, әрбір сөзін екшеп сөйлейтін, үсті-басы қашанда мұнтаздай бір кірпияз жан. Жүрген ортасында жарқырап көзге түспесе де, көрген адамына бір сыдырғы тәуір әсер қалдырады. Бір көргенде зиялы, сыпайы, тіпті ғұлама жан секілді болып танылатын да бар. Алайда көп уақыт бойы араласып қарым-қатынас жасай келе, бұл кісінің сол мөлшерлі шектен әрі шықпайтын біркелкі қоңырқай тірліктің ғана адам екеніне көзіңіз жетеді. Тапсырылған шаруасына тыңдырымды болғанымен, өз тарапынан сөйте қояйық деп ынта көрсететін кезі сирек, бәлкім жоқ та болуы мүмкін. Өзінің жұмыстағы қызметін осындай қалыпта тиянақты атқара жүріп, бір күні аяқ астына лып етіп зейнеткерлікке шықты да кетті. Бұл Ожарбек өмірінің келесі асуынан асып, қол босапты. Енді аспанға шырт-шырт түкіріп шалқасынан жатқан шығар. Барып көңілін көтере қояйықшы деп жатқан адам сирек. Анда-санда телефон соғып, өзінше тексеріс жасап қоятын құрдасы әлекең ғана. Зейнеткерлікке шығу өзіне ауыр соққы болды дейді. Созбалақтап ауырып жүріп, бір күні ұзыннан бірақ түсті.
Содан бері Бағиланың да күйбеңі көбейіп, уайымы молайған. Бір күні түс уақытында көзі ілініп кеткен екен. Сырт ете қалған сыртқы есіктің дыбысынан оянды. Баспалап қарап бөлмесіне бас сұқса, Ожарбектің орны ойсырап жатыр. 3 бөлмелі үйді анықтап шығу қаншалықты бір қиын шаруа дейсің. Ауыр денесін асығыстау қозғап, аула жаққа қарайтын терезеге қарай ұмтылды. Ірі панельді үй болмағанымен лифтінің гуілдеп жүріп тұрғаны естіліп жатады. 6-шы қабаттан төмен қарай телміріп ұзақ күтудің ретідей болмады. Дөңгелек сусар бөрікті, етек жеңі қайып тігілген қоңыр тонды төбесінен төніп тұрып ақтаныды. Асықпай басатын өзінің мәнері. Ақырын аяңдаған күйі көрші үйдің қабатындағы тұрған ақ жеңіл машинаға қарай беттей берді. Оны айналып өтті де сол машинаның алдыңғы есігін аша берді. Жылы киінген зейнеткерді сылп еткізіп жұтып қойған ақ машина дыбысын да түтінін де шығармастан қайқайып алып жөнеле берді. Бұл түсініксіз жүрістің мәнісін ашуға талпыныстың жасалғаны кешкісін ғана. Бағиланың аузынан шығуға тиісті: «Бағана қайда бардың? Ана машина кімдікі? Ауырып жүріп көшеге шығып кеткенің не? Маған неге айтып салмадың?» деген сияқты тізілген сұрақтардың жұмбақ шешімі табан астында табыла қалды деп айтуға болмайды. Әйтеуір құйрығын ұстатпай бұлдыратқан санаулы шұбырған жауаптар ғана болды. Тек соңғы сұрақтың ғана мәнісіне өзінше қанағаттанған болды. «Қайбір жетісіп жүр дейсің? Байғұс әбден шаршады ғой, кішкене мызғып алсыншы, мазаламай-ақ өзім кете берейін дегем ғой» деп Ожарбек Бағилаға қарай өзінше мейірлене қалды. Дегенмен ерлі-зайыпты екеуінің арасында бұрын-соңды бола бермейтін бір құпиялау құбылыстың орын алып жатқаны күмәнсіз еді. Мінезі ауыр Ожарбектен тиянақты жауап естудің қиын болып қалғанын өз алдына әлгі түсініксіз телефон қоңырауы үйдегі алаңсыз ахуалдың етегін желпілдетіп жібергендей болды. Ожарбектің орнын сипап қалудың бұл басы ғана екен. Бірер күннен кейін пәтердің есігін баппен ашып кірген Бағила жетімсіреп иесіз қалған бос диванды тағы көрді. Жанталасып ұялы телефонына қарай ұмтылды. Іле-шала дыңылдаған музыка үнінің естілген жағы Ожарбектің бөлмесі. Әдетте жанынан тастамайтын байланыс құралын күйеуі бұл жолы столына қалдырып кетіпті. Содан кешкісін қанша айтқанмен міндеті емес пе? Қайда болдың деген сыңайда сұрақтарды сыналап қойған болып еді, тағы да көңіл тұштар тиянақты жауап ести алмады. Естімесе ештеңе етпес, күйеуінің қайда болғанын қазбалап мазалай беретін адам Бағила емес. Өзінің аурудан тұрғаны кеше ғана, оның үстіне жүрген тұрғанын тізбектеп баян қылу қашаннан бері әдетінде болушы еді. Ожарбектің де жауапқа қандырып жатқаны шамалы. Тіпті жас кезінің өзінде әңгіме жарытып айызын қандыру жағынан жоқ еді. Апама жездем сай дегендей, екеуінің осындай қарым-қатынастан көлденең адам тосын өрескелдік таба алмас еді. Тек сөз десе жанып түсетін, өсек десе өртеніп кете жаздайтын Сәнімгүл болмаса. Бір күні шыр ете түскен телефонның тұтқасын көтерудің реті келіп қалды. Сол-ақ екен, оқып жатқан газетін тастай салып Ожарбекте оқыс қимылмен орнынан тұра берді. Бірақ әңгімені әйелі бастап қойғаннан соң дымы құрған адамның кейпімен не түрегелген емес, не отырған емес, бір қызықты қалыпта есеңгіреп тұра берді. Сәл-пәл жыпылық қаққан қысықтау көздері Бағиланың жүзінде еді. Ар жағында телефонмен сөйлесіп тұрған Сәнімгүл екен. Қашанда қамшы салдырмайтын жорғалығына басып сайрап жөнелді. Алдымен өзі білетін адамдардың бәрін тізбектеп барлы-жоқты жаңалықты жездей қақтады. Тек әңгімесінің соңында ғана сөз арасығып, «Немене, Ожарбекке мәшине жалдағасыңдар ма? Бір ақ Мерседес мініп алып қайқайып бара жатады ғой. Айына қанша алады анау шопырларың?» деп тосын әңгіменің шетін шығара қойды. Тосын емес-ау, Бағиланың көкейінде көптен жүрген сұрақтың шешімі еді. Өзінің өткендегі көргенін Сәнімгүлдің айтқанымен тұздықтап алып, Бағила сол күні кешкісін генеральный шабуылды бастап та жіберді. Қаншама олай-бұлай бұлтақтағанымен Ожарбектің барар жері, басар тауы қалмаған сияқтанды. Сөзінің аяғын жұтып, күмілжіп келіп, ақыр соңында
Иә, барамын деп бір тоқтады. Бильярдта танысқан жігіттер ғой, машина жіберген соң бармау ұят деп тағы бір тыныс ала жөнелді. Сенің де қайбір жетіскен денсаулығың бар, мазасы кетпесін, ауырып қалмасын деп әдейі айтпай жүредім деп келіп, сөзінің соңын нанымды уәжбен түйіндеген сыңай танытты. Іштей толық қанағаттанбай қалғанымен әңгімені әрі қарай індетін нақты жауап алудың ретін келтіре алмаған Бағиланың тергеуі осымен тамамдалды. Екеуі бұдан әрі көңілді алаңдататын ештеңе болмағандай сөз ауанын басқа тақырыпқа бұра берді. Сонан көп ұзамай-ақ өз көзімен көрді. Баяғы ақ автомобиль өткен жылғы орнында тағы тұр. Қиғаштай жүріп өте бере елеусіздеу ғана көз қиығын салды. Машинадағы отырған адам жалғыз. Жана салай келіп көз сала қарады да жаны түршіп кетті. Рөлдегі адам тап тұянақтай боп киініп алған жас әйел. Кірпіктерін сирек қағып алдына қараған күйі бейжай отыр. Одан әрі жүз тоқтата өңілуіне Бағиланың дәті бармады. Жүрегі құрғыр атқақтап, кеуде тұсын тепкілеп барады. Көз алды ептеп тұманданып кеткен сияқты болды. Бір кезде қарасы жаңағы келген жағына қарай кері бұрылып алыпты. Оқшаулау жерде тұрып күтпекші екен. Сонан не керек ұзақ зарықтырған жоқ. Подезден өзіне мейлінше таныс дөңгелек бөрікті қоңыр тонды адам салмақпен басып шыға берді. Ол да баяғысынша жан-жағына көз салмастан ауырлау қозғалса да аяқтарын нық-тық басып келе жатыр екен. Жас кептеліп үлгерген көздеріне жеңін апарып күйбіжіктеп қайтадан қараймын дегенше ақ машина лезде ғайып болды. Тіпті орнында түтіні де, түтіннің иісі де қалған жоқ. Пәтерге кіргесін әдеттегісіндей сырт киіміне жармаспастан сылқ етіп орындыққа отыра кетті. Көргеніне көңілдің көк дөненін жеткізе алмай, байыпты бір нәрсені тиянақ ете алмай, мең-зең. Ой дейтін ой шіркіннің өзі маңайынан құйын перен болып безіп кеткендей. Сонда бұл не жұмбақ? Жолдастарының жіберіп жүрген шофері жаңағы жас әйел болғаны ма? Әлде бүгін онысы ауырып қалып, жаңағы ұрғашыны рөлге отырғызып қоя берді ме екен? Жан-жақтан қамалаған қалың ойды қалай қоласа да сары масадай буып сейілер емес. Телефон тұтқасын көтеріп әлекең іздеді. Жоқ, ешқандай бильярдтан хабары жоқ болып шықты. Ана бір Ерғазы деген жолдасы қарта ойнамаса бильярдтың ауылына қонысы қона алмайтын кісі екен. Одан кейін Ербол, Ниязбек дегендерге телефон соқты. Бильярдқа қатысы бар осы соңғысы ғана екен. Бірақ олардың ақ машинаның жағдайынан мүлде хабары жоқ. Қанша ұстамды болғанымен заты әйел емес пе? Күйеуі көзіне қалай көрінді, солай сілкілеуге кірісті. Шайпаулығы да, адуындылығы да өлшеулі адамға қиын екен. Дәрменсіз әйелдің әлжуазды ызыңы деңгейінен аса алған жоқ. Жігері де, тегеуріні де жетіспегесін көрген күнің осы да, қауқары шыбын шаққандай ғана әсерсіз ұрыс. Дегенмен Ожарбектің бетбақтығы шамалы ғой, көптеген еркектердей бір мойын дүлейді емес. Әпербақандық дегеннің әубастан ада. Алғашқысында бет бақтырмай, басын ала қашқан сияқты көрінгенмен екеуі ара кикілжің сәл бәсеңсіп, пәтер ішін лезде ауыр үнсіздік меңдеп алды. Соның өзі ширыққан жүйкені одан әрі жұқартып, төзіміңе темір қарай бастағандай. Бір кезде өз бөлмесінен Ожарбек бабымен адымдап ас үйге оралды. Қайдан тапқаны белгісіз бір уыс шекілдеуікті алдына қойып, терезеге қарап шағып отырған Бағила селт еткен жоқ. Күйеуінің қасына келгенін, тынысы жиелеп, ентіге дем алғанын сезсе де мойын бұрмады. Өзі келді деген сөз шындығын айтуға қам жасады деген нышан ғой. Қандай жағдайда да ештеңені мойындамай, іштен тіреп жатып алатын бетбақтығы жоқ кісі. Амал не? Кешегі бүгінгі күдігі шындыққа айналуға шақ қалды. Ұргүлдегі жас әйел мен Ожарбектің арасында жасырын қарым-қатынастың бары рас екен. Арамызда бәлендей ештеңе жоқ, бірақ солай болды. Ренжімессің оған деген сияқты сүйей салды бұлыңғырлау сөздермен ащы шындықтың беті ептеп ашыла бастады. Ары қарай әңгімені тереңдете түсудің қажеті шамалы сияқты.
өз ойымен өзі алысып, қасындағы адамнан оқшаулана берді. Иә, солай-ақ дейік. Зейнеткер күйеуі жаңағы келіншекпен көңіл қосыпты дейік. Жарасып қалыпты дейік. Өмірде не болмай жатыр? Әлгі Мексика фильмдерінен көретін оқиғалар біздің елде емес, тек соларда ғана кезігетін сияқты көрінуші еді. Өз өмірімізді білмегендіктен сөйтіп аңғалдыққа жориды екенбіз-ау. Осындай қисынсыз оқиғалардың шет жағасын Бағила өзі де әлдекімдерден естіп қалып жүруші еді. Енді сондай жағдай мысық табандай жылжып өз басына келеді-ау деген ой үш ұйықтаса да түсіне кірмепті. Бірақ көңілінде көгендей тізілген жауапсыз жетім сұрақтар қайта-қайта жәутеңдейді. Сонда бұл не қылған ессіз ұрғашы? Соншалықты қызығатындай Ожарбектің алып бара жатқан байлығы немесе ел танитын беделі жоқ. Жарайды, ғайыптан тайып екеуінің көңілі ептеп жарасып қалған екен дейік. Сонда бұларға ортақ қандай сезім, қандай әңгіме болуы мүмкін? Ақ машина мініп жүргеніне қарағанда ол әйелдің де жер тіреп отырған кембағалдар тұқымынан емес. Ажарына кез келген еркегің үйіріліп түсері сөзсіз. Ендеше өзі бай, өзі сұлу келіншек, мұның ырбиған жаман күйеуіне не тапты? Осынау ойлардың түкпіріне сол күні ғана емес, ертең де онан кейінгі күндерде де жете алған жоқ. Жеткісі келген сияқты болып еді, миы шаршап, өзінен өзі тозуға айналды. Мұндай жағдайда аттан сала ойбайлап, айналасын жапырып жіберетін ашушаң адам болған жақсы ма деймін. Айналаға айтып, күйеуінің бет пішінін айпарадай, абыройын айрандай қылатын. Бірақ табиғатында жоқ ондай тегеурінді қуат енді ұлғайған шағында Бағилаға қайдан келсін? Өзінен өзі көбірлеп тек іштен тынды. Іштей мүжіліп, түнгі ұйқыдан қалды. Екеуі ұрсысқан да жоқ. Бет жыртысып кикілжіңдеспеді де. Бір-біріне кінә артысып, кінәліні де іздеуге құлықсыз сияқты. Үй ішіндегі жағдай дүрдараздыққа дейін ушықпағанымен қолайсыздау бір нәумез ахуал өз билігін жүргізе бастады. Қысқа ғана тіл қатысып, үнсіз шай ішіледі. Әрқайсысы өзінше ақылап үкілейді. Сәнімгүлдің жетіп келе қалғаны сондай күндердің бірінде. Есікті жұлқи ашқан бойы, қайдан ау арсыз неме? Қартайғанда тарлан бос шығайын деген екен. Бұл не басыну ей оның? Бәлем, жұлып қолына берейін. Кімді басына дей бұл? Ол есік ашқаннан төгіліп берген осындай ашулы сөздерді есту үшін қызармайтын қалқан құлақ керек шығар. Бейне бір тапталып жатқан Бағиланың емес, өзінің ары сияқты анадайдан аттандап аузына келгенін айтты. Бетіне адам баласы дәл қазір тіктеп қарай алмайтындай. Аяғын да шешпестен 3 бөлмеге бір-бір бас соғып шықты. Абырой болғанда үйде жоқ еді. Бағила болса оған үйге қабаған ит кіріп кеткендей, көрген баладай әрі таңырқап, әрі ептеп сескене қарап қалыпты. Қашан қарқылдай берсін, бір кезде Сәнімгүлдің де дауысы қарлығыңқырап, қабарып алған қатаң жүзіндегі ызғар сынғандай болды. Қап, деді ол қатты өкінгенмен Бағила ұсынған орындыққа жалп етіп отыра кетіп. Әдейілеп келгенде үйде болмай қалған қараш, әкесін танытатын едім. Бөріктінің намысы бір деген, мына сұмдықты естіп шыдай алсамшы. Бағила, сенің момындығыңнан ғой осының бәрі айналып келгенде. Басынып алған ғой әбден. Мен болсам бар ғой, көзіне көк шыбын үймелетіп айдап шығар едім. Ай-шайға қаратпас едім. Барсын ана ақ машина мінген салдақысына. Кім екенін білдің бе өзі? Білсең телефон берші маған. Ожарбегіңмен бірге ит терісін басына қаптайын. Сәнімгүлдің қолынан ұстап сабырға шақырды. Өзін емес, өзінен әрі жәбірленген құрбысын аяп кеткендей сыңайлы. Көк долы әйелді сабасына түсірудің қамымен шай қойды. Екеуінің әңгімесі жуырмаңда таусыла қоятын емес. Бірақ мына мәселеге байланысты келісе алмайтын, ұғыса алмайтын жерлер де бар екені байқалып қалып жатты. Тек байқалып қана қойған жоқ-ау. Екеуінің көз қарасы үйлеспей, ойлары қайта-қайта екі жаққа қарай лағып алып қаша берді. Ақыры тақымдап болмағасын Бағила Сәнімгүлдің айтқан келісіммен келіскендей сыңай танытты. Тұжырымдай келгенде ол келісім былай болды.
Бірінші, Ожарбектің басын айналдырып жүрген ақ машиналы келіншекті дереу тауып алып әкесін таныту. Екінші, Ожарбекті үйге қамап ұстап бүкіл жарық әлеммен байланысын үзу. Ұялып тұрмай ұялы телефонында жұлып алған жөн. Үшінші, оған көнбесе қолына қара чемодан ұстатып үйден қуып жіберу керек. Төртінші, осынау болған жағдайда айдай әлемге дабыра қылып жұрттың бәріне жаю керек. Бесінші, көнсін көнбесін ажырасу жөнінде сотқа қарыз түсіру керек. Сәнімгүлдің аузынан шыққан сөздердің бәрі бірыңғай осындай керек қажет сияқты бұйрық етістіктермен түйінделіп отырды. Бағиланың үндемей ғана бас изей беруін келіскені деп пайымдаудан басқаға жору қиын. Бұрынғысындай көп үйде отырмайтын болды. Біресе бөлек тұратын балаларына, біресе құда жекжаттарына, енді бірде туыс достарына ат басын тіреп қыдырыстап кететін шығарды. Онысы бір есептен дұрыста сияқты. Көңілдегі ауыр ойлар серпіліп, іштей сергіп қайтатындай. Бір күні автобустың терезесінен ығы-жығы қала көрінісіне тұнжырай қарап отырған. Екпіндеп келе жатқан қоғамдық көліктің жүрісі сәлден соң тұсалған аттай кібіртіктей берді. Қаптаған машиналар, тіпті жаяу адамдарды да жүргізер емес. Терезеден әлемді жаңғырта сызылған әлдеқандай созылыңқы ашық үн естіледі. Көшедегі көліктерді жүргізбей жатқан ағылған қалың халық. Жеке машиналарын айдалаларға қалдырып жаяу шұбыруда. Бонысы несі? Тағы да митинг жасап жатқан. Осылар ақ шаршамайды екен деген ойдың басына келген сол еді. Автобустың әр тұсынан есік-таш түсеміз. Қарағым, мен шыққанша тоқтай тұршы деген сияқты жапырлаған үндер жамырай шықты. Осынша халықтың бір мақсаттағы мына қимылына қарап аңырып қалған Бағила қасындағы біреуден неғып бұлардың бәрі митингшіл болып қалған деп сұрады. Әлі ештеңенің байыбына бара алмай отыр. Бүгін күн жұма ғой, жұрттың бәрі мешітке барып Құран оқытатын күн, садақа береді деп жауап қатты қасындағы егделеу еркек. Аға, ол ғана емес деген сөзге жалт қараса жастау жігіт екен. Ең бастысы түсіп жатқан мына кісілердің барлығы намаз оқуға асығуда. Бәрі Алладан медет тілеуде. Одан әрі сөзін аяқтамастан лықси сыртқа төгілген көпшіліктің қабатында жас жігітте бірге кетті. Енді қараса автобустың іші лезде үңірейіп, босабақ қалған екен. Мешіт аялдамасынан түсіп қалған соңғы жолаушының өзі екенін аңғарды. Оны көпшілік жамағатқа ілестіріп жетектегенде жөнелді. Қой, мен де барайын мешітке, күйеуім үшін Алладан кешірім сұрайын, бәлкім күнәсін азайтар деген тосын ой келді. Қалың жұртшылықпен мешіттің дарбазасынан ене бергенде әлгі екеуі осында келіп некелерін қиғызса ғой, осыны Ожарбекке неге айтпай жүрмін деген ой тағы бірді басына көлденең келе қалды. Қол сөмкесінен тауып алған орамалын басына салды да Бағила бір Алладан медет тілеген қалың жамағаттың арасында тамшыдай сіңіп тұтасып кете барды.